Депутат Магеррам Магеррамов кешкі сағат 8-ден кейін алкогольді сатпауды ұсынып жатыр екен. Оған себеп елдегі әрбір екінші кісі өлтіру мен әрбір үшінші зорлау мас күйінде жасалады. Так, по данным МВД, каждое второе убийство в стране, каждое третье изнасилование и хулиганство совершается в состоянии алкогольного опьянения. Дәлел ретінде бірқатар статистика келтіреді. Дегенмен депутаттың статистикасы қаншалықты рас? Тексеріп көрдік. Бас прокуратураның құқықтық статистика деректеріне сай, былтыр 388 кісі өлтіру фактісі тіркеліп, оның 214-і мас күйде жасалған. Сондай-ақ зорлау мен сексуалды сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеті бойынша 661 тіркелген қылмыстың 125-і мас күйде. Яғни әрбір 5-те 2-сі болған. Бұзақылық бабы бойынша 1466 қылмыс тіркеліп, оның 474-і мас күйінде тіркелген. Демек, әрбір үшінші қылмыс. Ал тонауға келетін болсақ, 1160 қылмыстың 258-і немесе әрбір 4-шісі мас күйде жасалған. Ал жол-көлік оқиғасына келетін болсақ, статистика сәл басқаша. 2025 жылы жол-көлік оқиғасына кінәлі деп танылған 36.146 тұлғаның тек 784-і мас күйінде болған. Демек, әрбір 46-шы апатқа мас адам кінәлі. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты дерекке келетін болсақ, егжей-тегжейлі талдау әрі тіркелген қылмыс санының арасындағы мас күйі бойынша дерек болмағандықтан біз нақты айта алмаймыз. 2025 жылы 3713 қылмыс тіркелгенді ғана жазылған. Дегенмен тұрмыстағы жағдайға қатысты дерек шындыққа жақын болуы мүмкін. 2017 жылы сол кездегі ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов тұрмыстағы қылмыстың 60%-тен астамына мас күйінде жасалған айтқан екен. 2022 жылы құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің 9 айда тіркелген тұрмыстағы қылмыстың 76,6% үйде болса, ал 56% мас күйінде жасалған айтылған. Депутат Магеррам өзін келтірген деректерін алкоголь көптеген қылмыстардың түпкі себебі дегенге дәлел ретінде пайдаланады. Алайда турасын айтқанда бір нәрсе міндетті түрде екіншісінен туындамайды. Бұндай деректермен қоғамда манипуляция жасау өте оңай. Ал статистикада бұл қылмыстар алкоголь ішкеннен емес, мас күйінде жасалған деп көрсетілген. Сондықтан да қылмысқа алкоголь әсер етті ме, әлде басқа қаржылық, тұрмыстық немесе психикалық жағдай болды ма, оны болжау қиын. Ал сіз алкоголь қылмысқа себеп болуы мүмкін деп ойлайсыз ба?